Бүгін біз HTML түрімен танысуды бастаймыз. Алдымен белгілеу тілі деген не екенін түсінеміз. HTML бағдарламалау тілі емес, ол белгілеу тілі. Сабақта біз осы айырмашылықты нақты түсініп аламыз. Hypertext Markup Language сөздерінің қысқартылған атауы. Қазақша мағынасы гипермәтінді белгілеу тілі. Бұл тіл веб-беттердің құрылымын жасауға арналған. Яғни, мәтінді, тақырыпты, абзацты, сілтемені қалай орналастыру керектігін көрсетеді. Бұл сабақтың негізгі мақсаты HTML тілінің табиғатын түсіну. Белгілеу тілі деген не? Ол бағдарламалау тілінен несімен ерекшеленеді және маркап сөзі нені білдіреді? Осы сұрақтарға нақты жауап аламыз. Белгілеу тілі бұл бағдарламалау тілі емес. Ол мәтіннің құрылымын көрсету үшін қолданылады. Яғни, мәтін қай жерде тақырып, қай жерде абзац, қай жерде ерекшеленген сөз бар екенін белгілейді. Белгілеу тілі құжаттың логикалық құрылымын көрсетеді. Қарапайым мәтін тек сөздерден тұрады, ал белгілеу тіліндегі мәтін құрылымдалған болады. Онда тақырыптар бар, абзацтар бар, ерекшеленген бөліктер бар. Яғни құжат белгілі бір логикамен ұйымдастырылады. Маркап сөзі ағылшын тілінен шыққан, оның мағынасы белгілеу. Бұрын баспаханада мәтінге арнайы белгілер қойылған. Қай жерде тақырып, қай жерде үлкен қарып, қай жерде ерекше стиль қолдану керектігі белгіленген. HTML осы принципке негізделген. Бағдарламалау, тілі есептеу жүргізеді, мысалы, шарттарды орындайды, цикл жасайды, ал HTML ондай жұмыс істемейді. HTML тек құжаттың құрылымын көрсетеді. Сондықтан HTML бағдарламалау тілі емес, ол белгілеу тілі. HTML гипермәтінді белгілеу тілі. Ол веб-беттерді жасау үшін қолданылады. Браузер HTML кодын оқиды және оны экранда веб-бет ретінде көрсетеді. HTML құжаттың құрылымын анықтайды. HTML құжаттың қалай көрінетінін емес, оның қандай бөліктерден тұратынын көрсетеді. Мысалы, бұл тақырып, бұл абзац, бұл ерекше мәтін бөлігі. Яғни HTML құжаттың логикалық құрылымын белгілейді. HTML мәтінді безендіруге арналмаған. Әртүрлі құрылғыларда веб-бет әртүрлі көрінуі мүмкін. HTML тек құрылымды көрсетеді, ал нақты көрініс браузерге байланысты. Сондықтан HTML-дің негізгі мақсаты құжаттың қызметін белгілеу. Сонымен HTML бұл белгілеу тілі. Ол құжат құрылымын анықтайды. Бағдарламалау тілінен айырмашылығы ол есептеу жүргізбейді. Келесі сабақта біз HTML құжатының құрылымын үйренеміз.